Қалайсыздар? Нормально. Не прыщима, не істеп келіп түсіріватсың. Бұл үйде қазір переходной возраст басталып жатыр екен. Пубертат. Жасы тайқазаның жасына келіп. Енді бетіне періштер шығар сондай болып жатыр да. Мен сұраймын да, сенің подросток кезінде бар еді ғой, қайда жібердің деп сұрап жатырмын. Мен айтамын, мен бетіме кішкене күтіммен қараймын, содан кейін жоқ болып кетті. А я чё, блядь, не ухаживаю за собой, что ли? Не надо. Ты что-то делал, я помню, ты как-то рассказывал. Бля, Гуля, қараш бетін тазарқалып, чисткаға бардың дедің ба? Или китайский медицина дедің ба? Әйтеуір бір не істедің бетіне? 990 теңге төлесең айтамын десең, осындай. Уже байқаған күндіз жүрсең, кәдімгі студенттер көбейіп, Алматыда кәдімгі жүзілік қыздар жүр. Үшін жаяу қалың киініп жүрсең, танысып, сөйлесіп кетуге болады екен деген сияқты. Жайнап жүр ба? Күшті енді просто. Өзің жас кезің есіме түсіп жатыр, да? Ну да, конечно. iPhone купи, ресторан плати, без повода мне подари кольцо с моим именем. Посыпай мне мозгу, чай без повода обнимай. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? В общем, тас жүрек емес, біз келдік клиникаға. Қал жағдайын білейін деп. Суп, муп, анау мынау, тамақ, строго диета деп айтыпты. Сондай, в общем. Қайырлы таң баршаңызға. Қазір бізде незаметный переход болады. Та-да-да-да. Бүгін осындай образ. Бүгін отбасымызбен жасыл түсті таңдадық. Қайдан келе қойшы. Бүгін бізде цвет настроения зеленый. Зеленый это очень благополучный цвет. Андай жасына, қалай жолын әрқашанда жасыл болады деген сияқты, ашық болсын деген сияқты. Бүгін жасыл кидік. Енді жолымыз болсын, эфиріміз сәтті өтсін. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Құрметті қазақ елі, құрметті достар, қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Эфирдамыз, эфирға дайындық барысындамыз, осы жердеміз. Бүгін эфирда болыңыздар, бүгін жақсы, күшті эфир болайын тұр, бұйырса. Бүгін білмеймін әйтеуір бір ақпарат бар дейді, кімнің не білдіргенін көреміз бүгін. Қызық қой. Сол ағай, не істеп жатсыздар өздеріңіз? Сол кішкене бәрі кішкене деп болған, бәрі әдемі болып тұр, Аллаға шүкір, бәрі күшті, ұйқы қанып тұр, бәрі керемет, очкиді ілдіріп алдық, галстукты ілдіріп алдық, бәрі әдемі деген сияқты. Сондықтан эфирді көріңіздер бүгін. Мәқсер аяқтап отырыңыздар. О, кім дейсіз алып болды? Давайте ағайын, жақсы. Короче, мынандай сұрақ болып тұр. Еске қатысушылардан бұрынғы өзіңнің маусымдастарың болсын, кімнің дәл қазір қасында отқанын қалайтын едің қатысушы болып? Негізі қыздардан Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар, жақсыздар ма? Эфир жақтамыз, дайындықтамыз. Сол, осы апта бұйырса жұмыстарымыз көп. Алла сәтін салып, жақсы жаңалықтар көп болсын сіздерде де. Мына жерде өзі бір жігіт тұр. Міне. Ау? Тұр деймін да өзі. Тұрмын. Иә. Ілдіртіп болғаннан ұмытып кеттім ғой. Ілдірсеңізші. Соны бір қадағалайын дедім өзім. Иә. Сол. Міне. Қалай қыздың арманы келеді. Бля, қойстай бауыр. Ернар сияқты. Қанша динозавр? Төрді. Ағайсың. туфли, бүгін қандай кеш болады? Бүгін қайырлы кеш болады десең ба? Бүгін еске қатысушы Айнұр ханымның туылған күні. Яғни анасының туған күні. Осы орайда мен оның анасына тілек айтқым келіп тұр. Осындай қызды тәрбиелеп өсіргеніңізге рахмет. Өте пысық, өте ашық, ақылды, сондай қыз. Аман болыңыздар, жасыңыз ұзақ болсын. Сәлеметсіз бе? Сонымен, енді бізде барлығы жақсы. Армен қарай үміткерді күтем, о кісіні енді бірден енді адам сезеді ғой, сол сезгенім бар енді сондай. Ренжімесін деген сияқты. Айтпесе өте әдемі, сондай салмақты, жақсы қыз екен. Сол. Енді 2:30-да сәл ғана азға уақыт қана қалды. Тиманың жағдайы не болады, қалай болады? Кешегі су шашып берген қыз бүгін келе ме эфирге деген сияқты мәселе бүгін
қалай болып жатыр достар, соны бүгін көрейік. 2:30-да Евразия телеарнасында Қосылайық жобасымен бірге болыңыздар достар. Бүгін міне Тима қатты уайымдап жатыр. Тиманың маңдай тері кәдімгідей терлеп, тепшіп, аяғы носки сука сығып алады да қайта эфирге кіріп кетеді да. Сол достар, бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы күн болсын, қалайсыздар? Истіп хай сараңё дейтін киімді киіп алдым. Хавел Жулионмен сыр сұхбат деген рубрикаға келіп қалдық. Мына жерде Амина ханым бар. Ой, бұл кісі де мені түсіріп жатыр екен. Жылқышпай ұқсатып әкетеді екенше, үйдегі Нұржан қандай деген сияқты қойып. Құдай қаласа бір пример бүгін ертең шығып қалады ғой, Қосылайық парақшасынан көре аласыздар. Бүкілін айттым мен. Ішімдегі барлық нәрселерді айттым, ағымнан жарылдым десем де болады. Ішінде бір-екі адамдарға сезімді білдіріп жібергенім де бар енді. Осы камераның құдіреті бөлек екен. Примерно бір ертең или ары күні шығып қалады. Қосылайық парақшасынан көре аласыздар.